Қанша айтса да естеміз, барғысы келіп батырдың, түсірем деп атып дәл, кәміл пірлел болса жар, естеміз тағы сөйледі. Қой шырағым жассың ғой, қабырғаң әлі қатқан жоқ, омыртқаң өсіп жеткен жоқ, жіберуге қимаймын, тілімді алсаң рұқсат жоқ. Бұл жырдың мазмұнын, Қобландының ерлігін, еліне, жеріне деген махаббатын білгім келді, және мен оны білдім. Мен осы нұсқаны толық жаттадым. Және жеңем деген үмітпен жарысқа қатысайын деп жатырмын. Батырлар жыры болғаннан кейін бұл қаһармандық жыр ғой. Яғни әрбір бала жаңағы патриот бола отырып, еліне деген қаһарман азамат болып өседі деген үлкен бір тәрбиелік мән жатыр мұның астарында. Жалпы, мысалы біз сабақта бала осы жырды оқи отырып, негізгі жалпы ғана мазмұнын түсіне салады да, ал ол жырды толығымен басынан бастап соңына дейін жаттамайды. Ал енді осындай үлкен кең ауқымды байқауға бала қатысқалы отырған әрбір бала соны жырдың барлығын жаттай отырып, ішіндегі мысалы бірнеше тарихи кезеңдерден өтеді ғой, ол жерде тартыс, әлеуметтік шиеленістер, әлеуметтік тартыстар, сол заманғы жаңағы Қобланды болсын, Алпамыс батыр жыры болсын, батыр болсын, сол кездегі ерлік істерін көз алдынан өткізе алады, яғни оқи отырып, оны жаттай отырып. Осындай кең ауқымды көлемде, осындай Қобланды батыр жыры секілді біздің ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында, әрбір шәкіртке тәрбие беру мақсатында осындай құнды дүниелер көбейе берсе деген біздің үлкен бір үмітіміз бар. Енді алдағы осы байқауға қатысқалы отырған әрбір шәкірт тек мен орын алу керекпін, мен тек қана жетістікке жету керекпін деген мақсатта ғана қатыспай, жырды түбегейлі жаттап, түбегейлі өзінің жаңағы өзіне керекті тәрбиелік мән ала отырып, еліне, жеріне деген патриоттық сезімін оятса деген негізгі мақсат сол болу керек әрбір балада.